Ораза айында Құдайдан қандай дұға сұрауға болады? Подряд сұрай беру керек қой. Алланың дұғасы шексіз. Не қалайсыз? Миллиард қалайсыз ба? Миллиард сұраңыз. Жоқ, Құдайдың құдіреті миллиардқа жетпейді деп ойлайсыз ба? Жетеді? Миллион сұраңыз ба? Миллион сұраңыз. Бірақ миллион сұраума дейді да. Неге десе миллион бітіп қалады. Бітпейтін миллион сұрау керек та. Сөйтсем қалай сұраймыз? Бітпейтін қазына бер маған да. Жоқ, Құдайдың құдіреті жетеді ғой бәріне. Біз Құдайды кішкентай вопросты шештірмейік. Ана тендерді шешпеші маған, Алла. Болды, жағды өзім шешіп аламын. Жоқ, дұрыс емес. Шешкен тендеріңіз басыңызға бәле болуы мүмкін. Сол сіздің соңғы тендеріңіз болуы мүмкін. Я Алла, маған ұлтымызда қазақта жақсы сөз бар. Таудай талап, бармақтай бақ дейді ғой. Сол бақ бер деп сұра. Балаларыңызға ешкімге күнін қаратпа деп сұра. Өзіне рызығын мол қылып тұраңыз. Неге сіз тек қана 1 миллион сұрайсыз, 1 тірлік сұрайсыз? Сонда бұдан кейін Құдай керек жоқ па сізге? Бұдан кейін өмір керек жоқ па? Бір адам былай сұрапты. Құдайым маған миллион бер депті, и бір ауру бер деген екен. Сонда бәрі сұрапты, неге десе 500 мың доллармен емделем, миллионның 500 мыңына өмір сүрем депті ғой. Алла тілегін қабыл қылып, ауру беріпті, миллион да беріпті. Бірақ сол ауруға миллион жетпей қапты емделуге. Содан қарызға батып, әбден банкротқа түсіп, содан қайтыс болды дейді сол аурудан. Содан жақсылық сұраңыз, шексіз сұраңыз, Аллаға рахым жетеді. Ал енді не сұрауға болмайды? Бірінші, біреуге жамандық сұрамаңыз. Екінші, тек қана мені жарылқа деп сұрамаңыз. Біздің салтымызда да елге сұраған, халыққа бер, көпке бер, қазаққа бер, елге бер. Осы жақсы сұрақ. Дұғаның қабыл болуының ең жақсы жолы, бірінші жолы. Енді лайфхак дейді ғой, лайфхактарды білсек, дұғалардың ең бірінші қабыл болуының лайфхакі біреуге сұрау керек. Біреуге сұрау. Я Алла, мына кісі қиналып жүр, осыған бер десең, қасыңда тұрған періштелер сізді сұрайды, саған да берсін дейді. Кімнің дұғасы қабыл? Адамдікі ме, періштенікі ме? Періштенікі. Ответ жауап сол жерде тұр. Біз бәріміз айтамыз, мен сұрап жатырмын, бірақ маған бермей жатыр дейді. Неге? Өйткені сіз тек қана маған бер деп жатсыз да. Алла бір адамдікі бермейді, Құдай көптікін береді. Сол үшін ел, көпшілікке бер десең, періштелер саған болсын дейді. Ана қызы тұрмысқа шықпай жатыр, сол қызы тұрмысқа шықсын. Бәле мен досым басында мынандай уайым, қарыз, кредиті бар, содан құтылсын десең, Құдайым саған тілек қылдырады періштелерге. Сен көтсін дейді. Әр адамның қасында періштелер бар. Сондықтан сол періштелер сізге әумин дейді.